Гүлзарлар атты байқауға қатысушы, шығармашылық орталығы өлкетану үйірмесінің оқушысы Адаева Құндыз. Маған алдымен жұмсақ ақ қағаз, акварель, қайшы және де гүлдерге арналған таяқшалар мен кішкентай безендіруші моншақты таяқшалар керек болады. Мен осылай гүлімді бастадым. Алдымен өзім дайындап алған жұмсақты ақ қағазымды бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Бөліп алғаннан кейін оны бірнеше бөліктерге бүктеп шығамыз. Бүктеп шыққаннан кейін мен ортасынан осындай арнайы кішкентай жіңішке жіппен ортасын байлап алдым. Байлап алғаннан кейін оның айналасы дөңгелек болып шығу үшін айналасын қайшымен айналасын қиып шықтым. Айналасын қиып болғаннан кейін осындай акварельмен айналасын қызыл түсті қылып бояп шықтым. Барлық жеріне бояуларды жеткізіп, екі жағында қызыл түсті қылып бояп шықтым. Екі жағын бірдей қылып бояп болғаннан кейін оның ортасын ашып, әрбір жеке жұмсақ қағазды бір-бірден ашып шығамыз. Ашып болғаннан кейін бізде осындай үлкен гүл секілді қағаз пайда болады. Осыларды пайда болғаннан кейін әрбір жеке таяқшаларға клей арқылы жабыстырып шығамыз. Барлық таяқшаларды қағаздарға клейлеп болғаннан кейін осындай бізде көп гүлдер шықты. Осылай біздің гүлдеріміз дайын болғаннан кейін арнайы өзіміз дайындап алған қағаздарға біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Гүлдердің түстеріне қарай осылай мен орналастырып шықтым. Орналастырып болғаннан кейін өзім дайындап алған қағазға жайлап орналастырып бастадым. Менде екі қағаз болды. Осылай бірінші қағазды гүлдің ішінен байлап болғаннан кейін екінші қызғылт түсті қағазымды осылай сыртынан әдемі қылып орап болғаннан кейін осы түске сәйкес қылып лента алған болатын. Сол лентамен сыртынан байлап осылай әдемі қылып қойып қойдым. Міне менің жасаған гүлім дайын болды. Осы гүл дайын болғаннан кейін арнайы алған моншақты тәрізді таяқшаларды гүлдердің бетіне қағаздан өткізіп сәндеп қойып қоямыз. Осылай әртүрлі моншақтармен безендірілген таяқшаларды бетіне қойып қойғаннан кейін оны сәнді қылып көрсетуге болады. Осылайша мен гүлімді аяқтап, осымен гүлімді бітірдім.